Olduk mu? Anıklamasını kazanmıyoruz. Moğolistan etmeyi olma sonra edersin. Niye aytıp ettik koydur. İslam dedim olma yolu. Al oyun jinaktır. Çıkıp durmanda aşağı şu görüyordu o. Kimde dursa gına? Özümüz tiksek kimde dursa gına? Dostlar, nişi dursun. Kim, hani, ana ekranda şava çıkıp durun. Sonra mesafı tırasın. Moğolistan deydin, Moğolistan, Moğollar öyle degen mağalanın diresi de. Sonra barma verme sonda yazdım. Kimde var sonda yazdım? Abdülhamid Tarabeli. Olda dursun acaba. Memleketin hatalı desindir vardı. Kendisi. Ben de sorayım mı? Hadi kimdi? Ben de başkaça Özbek Dulат tayfası jellerinin orpağının biri. Yok olayımız. Can dost. Kendisi. Batak şarkısı bilmiyor. Ya. Dost. Sen de kandı? Ben tek zor geldim. Canım geldim. Tarihe sen işi. Менде де сондай батпақ шайқасы 1965 жылы болды. Дұрыс. Сосын мұны ислам дейтін? Қазақтардың ба? Мұсылмандардың мемлекеттің діні. Жақсы. Жалпы түсіне қалдық қой. Сонда біздер Моғолстан мемлекетінің не екенін анықтадық, Өзбектің кім екенін айтпадық. Батпақ шайқасында не болып кімнің жеңіске жеткенін жеттік. Ислам дінінің мемлекеттік дін. Біздер мұсылман қауымның сол кездегі Моғолстан мемлекетінің мемлекеттік дін екенін. Bunu kımın çoğu. Al dinlez kalanı ver. Hadi öğretelim. Hepiniz koyasın dinlez deyip cevap versin. Neyse dursun? Terk olsun. Bir de ayıpıyorsun be. Dinlez verilgen sıraktın. Neşemine cevap vergen, neşemine cevap vergen. Söylendi Neşemine cevap ver. Ben birine cevap vereyim. Ya. Сұрағын оқы, жауабын дұрыс па, қате ма соны айтыңдаршы. Kimdi kızıydı? Al Nazık'ın ne diyeceğim? Sırağını oku. Sırağım, Moğolistan memleketinin territoriyası туралы қандай еңбегінде жазылған? Дұрыс та бұны жазуы? Дұрыс емес дейді. Мені ұсталып қойса olsun. Мынау деп? Моғолстанның орталық аты. Иә, қаласы, иә, аты. Дұрыс. Дұрыс. Сонда неше сұраққа жауап дұрыс беріпті? Нәзікгүлна төрт сұрақтың бөліміне ғана астанада. Қында орын. Ал түріп Нұрай туралы мәлімет бересің. Берілген тапсырма қалай екен? Мемлекеттің алдына жазған ба? Иә. Оқшы şimdi. Шағатайдың үлесінің шыққан оңтүстік Қазақстан мен аумағы Alып жатыр.
Дұрыс па? Оңтүстік Қазақстанның алып жатыр. Сосын екінші жауап. Екінші жауап жазбаған. Сосын Үшіншісінде. төртіншісінде жазбаған. Бұл кім? Ноғай. Тек қана берілген тапсырманың біреуін орындаған. Ол бірінші тапсырма орындаған, тек біріншісін ол жазып. Жақсы. Сендер? Бұл Нұрсұлтандығы бірінші сұрақтың жауабы қате. Моңғолстан жері 7-8 айлық жолға дейін созылып жатыр. Екіншісінде жауап жоқ. Үшіншісі Моңғолстан орталығына Алмалы, ол дұрыс. Төртіншісіне Шағатайдың орталығы, ол қате, Шыңғыс ханның орталығы. Сенде кімнің жауабы? Менде Айтмұхамдікі. Онда бұл тек үш сұраққа жауап берген, үшеуінде дұрыс. Екіге, үшке, төртке жауап берген. Моңғолстан мемлекеттік террорист туралы кімнің қандай еңбегінде жазылған? Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи Ирашиди дегенде. Дұрыс. Моңғолстанның орталығы ата тегінде Алмалы қаласы дұрыс. Моңғолстанның тағында кім тұқымдары отырған Шыңғыс хан? Енді осы мынау кім мұны жауап беріп тұр? Айдажанның жауабы жақсы ма? Жақсы да қошемет деп қоямыз, екен. Айдажан тек қана территориясын жарда сақталмай қалыпты. Оның территориясын жарда сақталмай қалыпты. Сенде кімнің жауабы? Асылайдың жауабы ол дейтін Шыңғыс хан Түркістан, Шығыс Түркістан жетісу. Жоқ, ол емес, ол Онда Шағатай облысы оңтүстік шығыс Қазақстан, Қырғызстан дегенде дейді, дұрыс. Иә. Ал екінші Моңғолстан мемлекетінің территориясы туралы кімнің қандай еңбегі деген жазылған дегенде тарих Рашид деректерінен деген. Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс деп бұл. Моңғолстан орталығының аты Іле алқабындағы Алмалы болды, дұрыс. Төртіншісі жазып үлгермепті да. Сонда сен бұның жауабына риза болыпсың, өзі болмайсың ба? Риза болыпсың. Маған кімге қошемет жасап. Сенде кімнің кімнің жауабы? Ақжол. Моғолстанның алып жатқан аумағы. Моғолстан шекарасы саяси жағдайға байланысты өзгеріп, 7-8 аймақ жолға дейін ұзарды. Дұрыс па? Дұрыс емес. Екінші сұрақ жазбаған. Үшінші сұрақ. Моғолстанның орталығын атап, Тоғылық темірдің ордасы Алмалы. Дұрыс. Төртіншісі? Үшіншісі Алмалы. Жазылмаған кім бұл? Ақжол. Ақжол тек қана екі сұраққа жауап беріпті. Сенде? Әлижанның жауабы. Моңғолстанның аумағының шығыс оңтүстік аумағында орналасқан. Дұрыс. Моңғолстан мен мемлекеттер туралы тарихи тіршіліктік еңбекте білеміз. Дұрыс. Берілген сұрақтың ақиқат жалған екендігін торкөздерге салып, астына үстіне ат жөндерін жазамыз, соны анықтап береміз. Асықпай жаңағыдай қателіктерге ойланып, толғанып салу керек. Шамамен осал дейтін болмайды. Барлығы жаңағында айтып кеткен сұрақтар. Плюс баяққа. Плюс ақиқатына плюс, жалғанына минус. Сол екеуінің тұсынан жабысып кеттіңдер. Ақиқат болса ақиқаттың тұсына, жалған болса жалғанның тұсына білгідейміз. Нешеу дұрыс, нешеу бар деген. Айдажан салсайшы. Нешеу. Ана қарағым экранға. Нешеу дұрыс. Қалай жүрсек білмеймін.
Нешеу дұрыс? дұрыс? Жетеу дұрыс. Екеуі бар тек қана. Сен де. Жасайсың деп. Қазір өзіміздің шамамызды өзіміз бағалаймыз. Өз өздерін айтып шағын. Айтқызып жүрсек. Ал айтамын. Енді екеуі қатын екеуі. Сен де шұнар.